Сәлем достар, бүгінгі сериалға қош келдіңіздер. Мен сериал түсірмегеніме өте көп болды. Бүгін мен енді түсіретін боламын, себебі бүгін қолым бос болып тұр. Ендеше бастайтын боламыз. Бүгінгі сериалымыздың тақырыбы ауылдағы өмір деп аталады. Себебі мен бұл сериалды көп болып түсіргеніме, бұл сериалды бірінші түсіретін боламын. Бұл бізде жаңа сериал. Мен ешкімнен ұрлағанда жоқпын, бұл менің өзімнің идеям. Және қазір мен түсіндірем, бірақ бұл жердегі адамдар ауылдағы өмірді түсінеді. Және де бір қыздың осы ауылдағы өмірін және де ауылға үйрен сала ма, соны сіздерге көрсетемін. Және де басынан өткен нелерін де барлығын көрсетемін. Бұлар ауылда, қазір бәрін көрсететін боламын. Бізде басты үрелді. Бұл жерде емес енді. Осы қыз орындайтын болады. Бұның есімі Ақбота. Осы қыз ауылдағы өмірін сіздерге көрсететін боламын осы қыздың. Ендеше бастайық. Қазір бізде түн, ал біз бастаймыз. Қазір сағат өтірік 5. Ой, тұрайық. Мен қазір дейтін онда малдарға салуым керек. Пресс салуым керек. Ой, біз ұйықтаймыз. Не отырып. Азан болып қалыпты ғой, мен келіндерді алып шығайын барып. Істеп отыр екен. Келіндер, тұрыңдар, кеттік. Ой, ұжытырып қойғансың ба? Әрине, жүр. Ой, келіндер, тұрыңдар ма? Жарайды, жүріңдер бізде. Не қылды, қайғы бара жатсыңдар? Тұрыңдар ма, жоқ? Біз сен ұйықта берін, біз кеттік. Мына кішігенді алмаймыз ба? Ой, қой бер оны қазір. Үлкен жеше жаны шығарады ғой оның. Шай қойымыз керек әлі. Жүріңдер. Сиыр салымыз керек, тамақ пісіруіміз керек әлі. Ой, сенің ағыз күйеуің пысықшы, азанмен тұрады. Енді мал жайлағайтынын білесің ғой. Күйеуің бара бер қораға. Аха, жақсы, мен кеттім оны. Қазаның қасына әрине жешесіз. Ал сен есқалға су септісінің ба? Сінің ба дейм. Есқалды маған бере салыңдар. Жүр сен. Бар кухняға бара бер бар. Шай жасақ қой. Қазынаға ерді. Апаларға шай береміз. Сыпырайық. Так, тамақ берек. Сама тамақ. Так, осы тамақ пісіп қойдым. Сосын арбуз. Вообще не қажет. И нан. Так, болды, осы екеу болып қалады. Азанғы 5-тен шай дайындап жүрмін. Қазір айран сұрайды аналар келіп алып. Оларға шай да беруім керек әлі, мен дейтін. Су ішіп алайыншы, табалақтап жүре беріп шаршап қалдым ой. Мына арбузды біраздан кейін берем бұларға. Қазір берсем бәрін жей береді бұлар. Так, шай құйық. Шай қойып қойық. Шай ішеміз қазір. И болды, все понятно. Апаларды тұрады қазір. Мен оға дейін шайын күте тұрайын. 9 болады сағат, достар. Тұрайық. Ал. Мен дейтін онда кішкене жата тұрамын деймін. Так, 9 болып қалыпты ғой. Не істеп жатсыңдар, ей? Үйдегілер тұрды ма өзі бәрі? Қалғандары ше. Олар далада отыр. Мына баланы тұрғыз сабаққа жібермейсіңдер ме? Немене бәле, асығыс шай қойып бермейсің ба балаларға? Ой, сайық құранып қалғандар. Мына айнаны да су жумапты ғой әлсіз. Айғыз қылып қоя салыпты ғой. Ей, не істеп жатсыңдар? Болсаңдаршы бұлжырамай. Біз от жағып жатырмыз. Жақсаңдар мен не істейін енді? Болсаңдаршы енді бұлжырамай. Ей, сен не істеп жаттың? Болды, сіз сыпыр мына жерді.
Nergi балаларды отырғызды, сабағына жібермейді ғой мыналарың. Мына үйді қара. Ана үлкен келін шақырып келіңдерші. Мына көршінің үйінен келдік қой біз деген жытып. Қазір апа шақырам. Жүріңіз, сізді шақырып жатыр. Апа айта беріңіз, шай керек па? Шай да, тамақ та керек емес. Неменеге ақырап жүрсің қазанымен? Сан айтам. Мен ақыл үйретіп жатырмын. Ой, апа, мен ашын жүрмін ғой, не болды сіздерге? Ой. Шайды күтіп отырмыз біз дегеніміз. Бақыл, біз огородты қорықпайды, жақсы екен. Сіз жұмысқа барушы еді ғой? Қазір күйеуімді күтіп отырмын. Сонымен бірге барамын. Отыршы мына жерге, отырға. Осы келді. Апаналар неменеге орамал тақпайды? Сен өзің тақпасаң, бұлар немешеге де тағады. Сен өзің үлкен келді еді. Апа, мен үйде ғана орамал таға аламын ба, әлде басқа жақта да таға алмаймын орамал. Білесіз ғой, еді менің шашымның кішкене үстігі бар екенін. Қайтып бұраланбай қалады. Ой, мына келін. Баяғы әдетті басты ғой. Жүне сыпырсай, немене бәлем мынаны? Су құйып сусай, су. Су дегенді білесің ба? Қуады осыларың дейтін. Бош. Сушаш. Апа, мыналарың су ішіп жатыр ғой. Су ішуге болмайды. Неменеге? Міне саған. Ішпейді енді су. Ішуге болмайды дедім ғой су. Мына су тығып қойшы. Мына келінге азанымен ешнәрсе ішкізбес, мына келін. Сыпыр бол, тез. Немене қарай бересің бізге, болсашы? 2 сағат болды ғой ана жерді жуып тұрғаныңа. Апа, не істеп жатсыздар? Ой, сол отырмыз күннің астында бошып. Өздерің біз сол ұйқыдан тұрдық. Бала, әйеліңген. Ол үйде отырыңдар, бар енді шай ішеміз жүріңдер әнна. Біз дейтін онда шай ішеміз. Мен онда мына жерге отыра берейін. Мен мына жерге отырайын. Мыналарын немене бар, ұян бере береді. Так, болдым. Шай қайнады ма? Так, болыңыздар ма, онда шай әкелейін ба? Не әкеле бер, әкеле. Шай. Ана келіндерді шақыр, шай ішсін. Қазір шақырып келем. Кешелер жүріңіздер, шай ішеміз. Жүріңдер. Міне, шай әпкелім, қазір құйып берім мәне. Şer verilmiş. Verilir. Так.
Kalan ekmeğimizi çevirikizler şey varsa. Şaş bulayım. 11 şaşı vardı. Ne şaşı var. Apa ben gittim. Ha bot gidiyor bak. Kayak öğrettin. Ha şimdi zor çok geliyorum. Kızım, balam avda kalacağız nere? Yok, kala gideriz biz. Kala gideceğiniz. Avda kalınır. Önce kal aldı. Kala deyince ananam bağlı. Ben özüm bile canım. Köp söylemiyor oturan erge. Ana kişiler aşağı geliyoruz. Ben ketine şaşım. Tamam aşağı koymuş. Yarın şey koyun şeyimiz. Men giyiyorum her yemeğim var. Çok geniş var. Men gittim çok giyim. Durunuz şaşemiz. Şaşemiz var. Gittim genlerge babanlarla. Şey vereyim tamam. Şimdi yüzümüz karıştır olsun. Aha. Sizlerge serial unasa like basıp kelip ketdinizler. Kişigirим boldu bu serial. Halk ikinci serial öte odan uzak bolat dep oylayм.